Солтүстіктегі көршіміз Ресей әлі күнге дейін өзінің империялық ниетін байқатумен келеді. Әрине, ол үшін орысқа тарихтағы оқиғаларды бұрмалау керек болды. Сол себепті кезінде бытырап жатқан орыс жерлерін жаулап алып, бір мемлекет құрған Бату ханның империясын олар жақсы біледі. Әрі осы Алтын Орда бүгінгі Ресей елінің мемлекеттілігінің негізі болды. Басқару және одан кейінгі Иван Грозныйдан бастап жаулап алу жүйесі кезіндегі Алтын Орданың әскери жүйесімен жасалғанын тарихшылар да ашық айтып жүр. Оның алдында қыпшақтардың Дунайға дейін жаулап алып, орыстармен құдандалық байланыс орнатқанын, яғни моңғолдардың шапқыншылық жорықтары алдында, тіпті орыс князьдерінің кейбір осы қыпшақ билеушілеріне бағынышты болғанын, Батудың әскері келем дегенше қыпшақтар мен Киев князьдері өте жақын араласқаны тарихтан жақсы белгілі. Ал осы Алтын Орда ыдырайтын тұста Мамай әскерінің Куликов шайқасында жеңіліс тапты дегені енді шындыққа келмейтіні ашық айтылып жатыр. Яғни тарихшылардың деректерінде. Не үшін біз Куликов шайқасы туралы айтып отырмыз? Себебі бұл шайқас Ресей үшін өте маңызды шайқас саналады. Олар үшін бұл тәуелсіздік алған шайқас ретінде бағаланады, яғни моңғолдардан. Осы үшін олардың сол маңдағы шіркеуі қоңырау қағып, жеңістерін жалпақ әлемге естіртумен келеді. Алайда 1380 жылы Куликов шайқасында орыстар тіпті жеңіп шықты деген күннің өзінде артынша 1382 жылы арада 2 жыл өткенде Тоқтамыс ханның әскері Мәскеуді өртеп жібергені және орыстарды қайтадан бодандыққа түсіргені тарихтан белгілі. Бірақ орыстар үшін бұл шайқас ерлік пен елдіктің, тәуелсіздік үшін соғыстың символы ретінде бағаланады. Енді осы шайқас шын мәнінде болды ма, әлде бұл ойдан шығарылған аңыз ба? Осыны түсіну үшін сіздерге Тоғайбай Нұрмұратұлы ағамыздың мына бір сөздерін келтіргенді жөн көрдік. Ағамыз мектепте балаларға не оқытылып жатқаны туралы былай дейді: сөзіміз дәлелсіз болмас үшін тарих пәніне бір мысал келтірейін. 7-ші сынып орта ғасыр тарихы, Куликово шайқасы, 1380 жыл. Оқып отырсаңыз, біздің тарихшылар осы оқиғаға өздері қатысқандай жазады. Ал мен кері мысал келтірейін. 1980 жылы осы оқиғаның 600 жылдығын тойламақшы болған Ресей бір топ ғалымдарын Куликово даласына археологиялық қазба жұмыстарымен жібереді. Ондағы ой жаңа деректердің көзін ашып, тарихты байыту болатын. Бірақ ғалымдар сарбаздар жерленген обаларды, шайқас болды деген жерлерді қанша аударып төңкерсе де шайқасқа қатысты бірде-бір дәлел таба алмайды. Куликово даласынан құр қайтқан ғалымдар бұл оқиғаның тарихта болғанына шүбә келтіреді. Куликово шайқасы туралы жазылған деректерді де зерттеп, оның шыққан тегіне жете алмайды. Истина журналы, Москва, 1990 жыл. Орыстардың моңғол татарларды ойсырата жеңдік деп отырғандары біздің ата-бабаларымыз, өйткені Алтын Орда мемлекеті де қазақ жерінде. Ал ол кезде бұл мемлекетте моңғол деген ұлт жоқ болатын. Бұрынғы моңғолдар жергілікті халыққа бір жола сіңгенді, ешкімге жалтақтамай шындықты жазатын уақыт келді. Ал біздің ғалымдар мектепте не оқытып жатыр екен деп ақ қарасын ажыратып беруге де жарамайды. Географиялық картаны ашып қараңыз. Қытай, Пекин, солтүстік мұзды мұхит тағы басқа атаулар әлемдік карталарда мүлдем басқаша аталады. Ал біз орыс қалай атаса соны
қайталап отырмыз. Интернетпен оқып жүрген оқушылар әлден ақ мыналарды қашан өз атымен атаймыз деп сұрай бастады. Екінші мысал. 9 сыныпта Кенесарыны қазақ халқының хас батыры деп Астанадағы ескерткішіне оқушыларды тағзым еткізіп, мақтанышпен айтып жүрсем, бір күні бір оқушы Ғабит Мүсіреповтің Ұлпан романын әкеліп, біз әдебиеттен оны жағымсыз кейіпкер ретінде өтеміз. Сенбесеңіз, міне қараңыз деп оқулықты ашып көрсетті. Қалай түсіндіруді білмеймін, әрине ол романда әдеби кейіпкер. Дегенмен кейіпкер арқылы бала ұғымы қалыптасады. Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаев. Міне сондықтан да кезінде Әлихан Бөкейханов атап көрсеткендей, халықтың аңыздарында Кенесары ханның даңқы тіпті аса танымал атасы Абылай ханның даңқынан да асып түсті деген еді. Кенесарының 200 жылдық тойында тарих сабағы оны батыр дейді, әдебиет сабағы қарақшы дейді. Сонда оқушы оны кім деу керек? Болашақ ұрпақты ұлтына, оның ұрпақтарына күдікпен қарауға тәрбиелейтін классикалық романдарды несіне оқулықтарға тықпалай беретініне түсінбеймін. Біз балаларды патриоттыққа емес, 200-лікке тәрбиелеп жатырмыз деген болатын Тоғайбай Нұрмұратұлы ағамыз. Ал сіз осы сөздермен келісесіз бе? Біз Кенесары туралы қандай пікірде болуымыз керек? Мысалы, Кенесары хан туралы бізде жалпы Қазақстанда әлі күнге дейін белгілі бір ортақ пікір қалыптасқан жоқ. Әрине, халықтың бір бөлігі Кенесары ханды қазақ хандығының соңғы билеушісі, қазақ мемлекеттілігін сақталу жолында өзінің өмірін құрбан еткен, былайша айтқанда, мемлекетті сақтап қалуға барын салған батыр, соңғы хан ретінде құрметтейді. Ал енді бір бөлігі халықтың Кенесары ханның осы көтерілісі кезінде қарапайым қазақ ауылдарының жапа шеккенін, Кенесарыға бағынбаған кейбір ауылдардың тонаушылыққа ұшырап немесе шапқыншылыққа ұшырауы туралы айтады. Былайша айтқанда, Кенесары хан туралы әлі күнге дейін ортақ қалыптасқан пікір жоқ. Ал ғалым тарихшылар болса, олар тарихтағы деректерді алға тартып, халықты түсіндірумен келеді. Қалай дегенмен де тарихшылар мен әдебиетшілердің арасында әлі күнге дейін ортақ бір Кенесарыға байланысты тұжырым қалыптасқан жоқ. Ал саяси технолог дейміз бе, әлде саяси көзқарастағы адамдар, былайша айтқанда Назарбаев секілді адамдар осындай Кенесары хан болсын, Абылай хан болсын, сондай бір үлкен жиындарда батырлар туралы, хандар туралы өз пікірін айтады. Бірақ біз мынаны ұмытпауымыз керек. Назарбаев болсын, басқа билеушілер болсын, кім болса да олар тарихшы емес, олар билік өкілдері, және олардың пікірлеріне қарап жалпы тарихқа баға беруге болмайды. Себебі саяси ұпай жинау болсын, басқа да түрлі ойлармен айтылуы мүмкін. Себебі ол тарихшы емес, яғни Назарбаев шындап келгенде тарихшы емес, ол саяси қызметтегі адам. Ал тарихшылардың пікірі ол бөлек. Әдебиетшілер оны көркемдеп жазса, тарихшылар нақты дерекпен ұсынады. Ал сіздің Кенесары хан туралы пікіріңіз қандай? Және Кенесары хан туралы қандай пікір қалыптасу керек деп ойлайсыз жалпы? Өз ойларыңызды міндетті түрде комментарийге жазып қалдырыңыз.